Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге Госакуп порталында бұрын қосқан тарифтеріңіз өшіп, оның орнына подключить тариф деп қызыл жанып тұрса, осы проблеманы қалай шешу керек және ол не үшін болды, соны түсіндіретін боламын. Енді бізде Госакуп порталында 24 июнь күні 24.06.2026 жылы бізге официальный уведомление келген болатын порталға. Енді бұл портал бойынша не дейді? Министерство финанстың қаулысы бойынша бізде Госакуп порталында, мемлекеттік сатып алу порталында тарифтардың бағасы өзгерген болатын. Және ол қаншалықты өзгерді? Тарифы деген жерге кіретін болсақ, бізде міне ескі бағалар тұр, және оң жағында новый бағалар тұр. Енді біз ескі бағамен до миллиона тарифін 3932 теңгеге біз сатып алған болсақ, ол бізде осы жылы 3677 теңгеге төмендеген болатын. Яғни осы сәтте жаңағы Министерство финансов сол біздің артық төлеген ақшамызды қайтарып берейін деп жатыр. Енді бұл уведомлениені қарайтын болсақ, бізге 3 сценарий көрсетілген. Егер сіз бұрын сонда 26 жылға тариф сатылмаған болсаңыз, сіз енді новый арзандатылған, яғни арзан бағадағы тарифтармен тарифіңізді қосып жұмыс жасай бересіз. Егер осы жылға сіз тариф қоспаған болсаңыз. Ал егер де сіздер бұрын сонда тариф қосып қойсаңыз, мысалы сіз до миллиона тарифін қостыңыз 3932 теңгеге, онда осы қосқан тарифіңізді қол қою арқылы разницаны сіз қайтарып ала аласыз. Енді үшінші сценарий бар. Мысалы кейбір адамдар былай жасайды. Жылдың басында до миллиона деген тарифті қосады. Одан кейін бір 2-3 айдан кейін, 4 айдан кейін, мысалы көктемде, ол до 10-ға тарифін көтерген адамдар болса, онда ол кісілер каждый тарифті бөлек-бөлек қол қойып, каждый тарифтен бөлек-бөлек разницасын алу керек. Түсінікті деп ойлаймын. Енді оны қалай жасаймыз, соны түсіндіретін болайын. Ол үшін біз подключить тариф деген батырмаға басамыз. Жалпы өзіміздің аккаунтымызға кіріп алу керек. Егер оны ұмытып қалған болсаңыздар, үстің оң жақта войти деген батырма бар. Сосын соған басып, өзіміздің ЭЦП кілтімізбен кіріп, порталға кіріп аламыз. Үстің оң жақта өздеріңіздің аттарыңыз болу керек. Соны қадағалаңыздар. Сол жерде үстіңгі жағында подключить тариф деген батырма бар. Соған басамыз. Басқаннан кейін бізде мына жерде қарасаңыздар, заблокированный сумма 254,80 теңге деп тұр. Ол дәл осы жаңағы біздің разницаның бағасы, яғни осы 254 теңгені бізге қайтарып берейін деп жатыр. Енді до миллиона болғаннан кейін осындай ғана сумма шығады. Егер сізде до 10 тарифіңіз до 10 миллион болса, ол уже қателеспесем 2540-80 теңге болады. Енді оны қайтару үшін не істейміз? Қарасаңыздар, сіздердің қызылмен жазып тұр, у вас имеется созданный проект договора деп. Енді астыға түсіреміз, мои услуги деген бөлімде. Осы жерде біреу исполнен деп тұр, біреу проект болып тұр. Енді осы проект болып тұрған жердің оң жағына апарсақ, доступный действие деген бөлімге, осы жерде мынандай бір кнопка тұрады, батырма тұрады. Сол батырмаға басамыз. Басқаннан кейін посмотреть акт деген кнопкаға басамыз. Одан кейін сіздерде міне акт оказанных услуг деп шығады. Шыққаннан кейін өзіміздің, яғни ИПК атында сол кісінің фамилия аты тұрады. Тұрған жерге галочкамыз қоямыз. Сохранить утверждающий акты деген жерге басамыз. Басқаннан кейін бізде қайтадан сол бет ашылады, бірақтан уже астына түсірсеңіздер согласование акта деген бөлім ашылады. Новыйдан пайда болады. Енді осы жерде с условием договора и тарифа ознакомлен, согласен деген жерге галочкамызды, птичкамызды қойып, оплатить, подписать акт дегенге басып, мына жерде енді уведомление шығады, оқысаңыздар да болады, оқымасаңыздар да болады, қатты маңызды емес. Да деген батырмаға басамыз. Басқаннан кейін өзіміздің ЭЦП кілтімізді таңдап, ЭЦП кілттің паролін жазамыз. Сосын окей деген батырмаға басып, кішкене күтеміз. И сіздерде негізі мына жерде тариф жасыл болып шығу керек. Бізде қазір данный момент воскресенье болғаннан кейін осындай бір порталда ахуалдар болып тұрады. Бірақтан жаңағы оплатить, подписать акт басқаннан кейін сен мына жерде подключить тарифтің орнына қайтадан бұрынғыдай тариф подключен, либо просто жасыл болып тұру керек. Яғни осылай біз өзіміздің тарифімізді қайтадан қоса аламыз. Және де сіздің жаңағы айтқан лицевой счетыңыздағы суммаңыз, заблокированный болып тұрған сумма разницаны сізге қайтады. Дәл осы секілді бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазсаңыздар болады. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Каналда подписчиктің саны көп болған сайын міндетті түрде пайдалы, қызықты ақпараттар, тендер және одан да басқа салалар бойынша видеолар салынып отыратын болады. Ал егер де жалпы тендерге байланысты бір сұрақтарыңыз болса, жеке қойылатын, бір ошибкалар болып жатса, оның барлығына осы номерге жазу арқылы ақылы түрде консультация аласыздар. Міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.